Бүгін 23 қазан 2025 жыл. Мен Слямов Азамат Айдынбекұлы. Алаяқтық дерегі бойынша қылмыстық іс пен процесс болды. Сол процесстен шығып келе жатырмыз. Қазіргі таңда қылмыстық іс медиация тәртібімен қысқаратын болды. Медиациялық тәртіппен қысқарды деген сөз, ол яғни 2022 жылдан бастап ақшаны аламай жүрген маған сенім білдіруші тұлғалар қазіргі таңда сот процесі аяқталды. Мен қуанып тұрған себебімнің бірі, өзімнің сенім білдіруші тұлғалар, яғни қылмыстық іс бойынша жәбірленушілер толыққанды қанша ақша берді, сол ақшалардың бәрін қайтартып алды. Сонымен қатар мына қылмыс жасаған адам да өзінің отбасына, бала-шағасына кетті. Сол себепті мен оны жақтап отқан жоқпын, ішкі дүниемен бөлісіп қояйын дегенім осы. Енді айтатын ақпарат, менен кеңес, қылмыс жасардың алдында 100 рет ойланыңыздар, 1000 рет ойланыңыздар. Бостандыққа ештеңке жетпейді, соны естен шығармаңыздар. Үйде сіздерді бала-шағаларыңыз, жақындарыңыз күтіп отыр. Қазір сондай сәтке өзімде көңілім толып кетіп бара жатыр, себебі жолдасы отыр, жолдасы жаңа сот процесінде айтып отыр, бала-шағалар күтіп отыр деп бәленбай уақыт қамауда отырды. Ендігі кезде бұндай іске, бұндай қадамға бармайды деген сенімдеміз. Ал маған сенім білдіруші тұлғаларға, жәбірленушіге көптеген рахмет. Мені түсініп, оң шешім шығарып, мен осы іс бойынша бір ретте бір сөзге келмей, бәрі сәтті аяқталғанына да өзім қатты қуанып, қазір қайтып бара жатқан жайым бар. Барлықтарыңызға сау саламатты болыңыздар. Басымыз аман, жұртымыз тыныш болсын. Видеода көрінбей қапты ғой. Менен бар, заң бұзбаймыз. Бәріне де соны кеңес берем. Ассалаумағалейкум. Менің есімім Көпбаев Жанат Бақтылы. 2022 жылы алаяқтарға ұрынып, қомақты сумадан айырылып қалдым. Бүгінгі күні 2025 жыл 11 қыркүйек. Слямов Азамат сол кісінің арқасында осы ақшамыздың бәрін қайтарып алдық. Көп рахмет, өте мықты, сондай дәрежесі жоғары, сондай грамотный юрист. Рахмет сізге көп. Мен Аукенова Айгерім 2022 жылы алаяқтыққа тап болып 2,5 миллион теңгемен айырып қалған едім. Содан бері ақшамды қайтара алмай жүрмін. 2025 жылы Азамат Слямов деген кісіге жолықтым. Сол кісімен келісімге қол қойып, сол кісі ісімді бастап, сол кісінің арқасында мына 2,5 миллион теңгемді толыққанды қайтарып алып отырмын. Осы күнге де жеттім. Рахмет, Азамат. Сізге көп рахмет айтамын. Жұмысыңызға табыс тілеймін. Жұмысыңыз берекелі болсын. Сізге алғысым шексіз.